Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша келесі дәрісімізді бастаймыз. Дәрісіміздің тақырыбы оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу. Бұндағы мақсатымыз оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып есте сақтау, зейін тұрақтылығын және жадыны жақсарту арқылы танымдық қабілеттіліктерін арттыру. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқытуды жоспарлаудың тиімділігін қарастырамыз. Сонымен бірге жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқытудағы метатаным арқылы анықтауға үйрету. Яғни метасананы оқыту жолдары туралы түсінікті қалыптастыруымыз керек. Сонда біз жалпы тақырыпқа тоқталмас бұрын балаға айтып түсіндіргеннен гөрі қолмен ұстап, көзмен көріп, мұрнымен иіскеп түсіндірген сабақ ұғымды деген болатын ыбырай алтынсарин. Белгілі бір шақтық кезеңдерге тән анатомиялық, физиологиялық және психологиялық ерекшеліктерді әдетте жас ерекшелік деп атаймыз. Сана сезімнің, дене күш қуаттарының дамуы адамдық жас ерекшеліктерге байланысты болады. Баланың жасы өскен сайын олардың ағзасы, бойлары өсіп, денелері, тұлғалары, ақыл саналары дамып, білімдері тереңдей бастайды. Сонда жасөспірімдердің жалпы өсіп жетілуінің қандай кезеңдерге бөлеміз? Бірінші, төменгі сынып жасындағы кезең. Яғни бізге 6-7 жастан бастап 11 жасқа дейінгі балалардың даму кезеңін білуіміз керек. Яғни әрбір жас ерекшеліктеріне байланысты, яғни жеткіншектік кезең, орта мектеп шағындағы жасөспірімдік кезеңдерді жаңағы осы кезеңдер жатқызамыз екен. Бірінші, сонда 7 мен 11 жастағы кезең, төменгі сынып шағындағы кезең, негізгі мектеп шағындағы жеткіншектер кезеңі 12-15 жасқа дейінгі кезеңді айтамыз, ал орта мектеп шағындағы жасөспірімдік кезеңді 15 пен 18 жасқа дейінгі кезеңді айтамыз екен. Бұл жастағы балалардың негізгі іс-әрекеті оқу, яғни бастауыш сынып оқушыларының ұзақ уақыт бір қалыпты отыра алмайтындығы, сонымен бірге сабақта жазу мен оқуды алмастырып, сергіту сәттерін өткізіп, яғни сыныптың ахуалын қалыптастыру, немесе осыған гигиеналық жағынан талапты іске асыру, немесе жалпы сабақ ұзақтығына, немесе сабақтың жаңағы ерекшелігіне сәйкес түрлі әдіс-тәсілдерді қолданып ойындар ұйымдастыру керек екен. Сонда баланың жаңағы мектеп бастауыш сынып оқушыларының танымдық дамуы, оқу процесіне деген қызығушылығы, яғни күнделікті іс-әрекетке негізделген мақсатқа жету бағытындағы жұмыс жүргізіледі екен. Сонда біздің жалпы танымдық дамуымыз бұл оқу арқылы іске асады, сонымен бірге проблемаларды шешу бағытында іске асады. Сонда оқыту теорияларын мен жатқызамыз. Оқытудағы, яғни танымдық тәсіл жатқызамыз, оқытудағы коммуникативтік тәсіл, сонымен бірге оқытудағы жағдаяттық, немесе әлеуметтік және жан-жақты даярлық ерекшелігі, балалардың зейіні, сөйлеуі, ойлауы, ой түсінігі, немесе ұтқырлығы, моральдық пайымдауы, шығармашылық ізденісі іске асады екен. Оқытудағы тәсілдер жөнінде айтатын болсақ, біз жалпы зерттеуші Жан Пиаже ортаның әсерін Пиаже ортаның әсерін, жалпы қоршаған ортаның әсерін мойындады және ішкі танымдық құрылымдық өзгерістерді зерттеді. Яғни адамның немесе баланың жалпы дамуы психологиялық тұрғыда бірінші өзінің сенсорлық, моторлық жағынан дамуы, оперативтік, немесе өзінің жалпы жан-жақты жетілуі, ойлау қабілеті, есі, зейіні арқылы іске асатындығы туралы айтылған екен. Міне сонда біз жалпы жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту бұл танымдық дамумен ерекшеленеді екен. Сонда танымдық даму баланың оқуы және проблемаларды шешу қабілеттілігі. Дәлірек айтқанда, танымдық даму оқуға деген қабілеттілік, сондай-ақ зейіні, сөз сөйлеу дағдылары, ойлау, негіздеу және шығармашылық
зияткерлік сияқты қабілеттерін дамытуға және тұрақтандыруға қатысады екен. Аталған зияткерлік қабілеттер ойлау үдерісінің сипаты және жасына қарай олардың өзгеру ықтималдығы туралы маңызды ақпаратты танымдық даму теориясының шеберлігі арқылы сипатталады екен. Оқу жалпы жас ерекшеліктеріне байланысты оқытудың жекелеген теорияларды мен сипатталады. Оқытудағы, яғни бихевиористикалық тәсіл дегеніміз не? Бихевиористикалық тәсіл дегеніміз не? Яғни психологияда бұл бағыт ортамен өзара байланыстылықтағы мінез-құлықты зерделеу үшін эксперименттік рәсімдерді пайдалануды қарастырады екен. Биохевиоризмнің негізін салушы болып саналатын Джон және Уотсон осы психология саласындағы ішкі тәжірибені бақылауға болмайтындықтан тиісті түрде зерттеу мүмкін емес деп есептеген. Соның салдарынан ол зертханалық эксперименттерге жалпы сүйену арқылы іске асырған екен. Соның ішінде нәтижесінде түрткі реакция моделі әзірленеді. Онда орта оған орай тұлға әрекет ететін түрткілерді өндіруші ретінде қарастырады екен. Сонымен бірге Эдвард Трондайк сияқты зерттеуші осы идеяларды негізге ала отырып оқу теориясын әзірлеген. Яғни олар мінез-құлық нәтижесінде реакция күшінің немесе жаңағы айтылған әзірлейтіндігін соған сәйкес айтып өткен екен. Сонымен бірге осы әдістер арқылы біз балалардың ынталандыру мақсатында оларды көтермелеу, білетін қажетті мінез-құлықтарын жетілдіруге байланысты жұмыс жүргізуді реттеп отыруымыз керек екен. Сонымен бірге оқытудағы танымдық тәсіл туралы көптеген зерттеушілер өз пікірлерін білдірген болатын. Соның ішінде айтып отырық, педагогтар мен ересектер балалармен тікелей қарым-қатынас жасаған кезде түрлі оқу мазмұндағы тәжірибені пайдалана отырып негізгі жұмыс жүргізеді екен. Соның ішінде оқытудағы гуманистік тәсіл дегеніміз не? Бұл яғни адамдардың өсуіне ерекше назар аударылады. Бұл тәсілдің негізін қалаушылар Маслоу мен Роджерс болатын. Бұл 70 және 80 жылдар жазылған еңбектеріне сүйеніп айтуымызға болады. Яғни бұл әдіс адамдарға оқу объектілері ретінде қарауға қарсы шығып, сол арқылы бостандық таңдау, уәж және сезімді қамтитын эмоционалдық және субъективті әлем бар екендігін растайды. Бұл ретте ең белгілі мысалы Маслоудың қажеттіліктер пирамидасының болуы осы зерттеушілердің тұжырымына сәйкес, яғни жоғарырақ деңгейде өту тек төмен орналасқан қажеттіліктер орындалған жағдайда ғана мүмкін болады деген болатын. Сонымен бірге осындай бағыттағы зерттеушілер Карл Джордж сияқты пікірлер білдірген екен. Енді сонымен бірге зейін туралы да соның ішінде зейіннің дамуына байланысты, зейіннің тұрақсыз даму көрсеткіштеріне байланысты айтылған бірнеше пікірлер бар. Мысалы, зейінге байланысты Хагель мен Хейл 70 жылы 5-6 жасар балаларды бірнеше суреттерді есте сақтау арқылы, елестету арқылы зейіннің дамуын қалай көрсетуге болатындығы туралы өз пікірлерін білдірген екен. Яғни соның ішінде есте сақтау жалпы неге байланысты, яғни ақпаратты қабылдауына, оны соған сәйкес зейіннің шоғырлануына байланысты деп есептеген екен. Бұл зерттеу зейініміздің есте сақтауына байланысты қандай нәтиже береді, және сонымен бірге балалар назарын аударғанда осы танымдық іс-әрекет қалай жүргізіледі. Сонда балалардың назарын аудару танудың маңызды элементін және олар білетін ақпаратпен байланысты жаңа ақпарат алу мүмкіндігін қамтитындай болғанды маңызды екен біз үшін. Сонда зерттеу арқылы зейінде есте сақтаудың белсенді айтарлықтай әсер ететіндігін анықтауымыз қажет екен.
Енді біз жады туралы айтатын болсақ, қысқа мерзімді жады жұмыс жөнінде 1968 жылы Аркидсон мен Шифрин қысқа мерзімді есте сақтау адамның жадысында негізді орын алатындығын анықтаған. Бедели мен Хитчиннің де жұмыс жадысы деп ол нені айтады? Жалпы біз жұмыс жадысы арқылы санамызға ақпарат енгіземіз екен. Сонда осы ақпарат енгізу арқылы біздің жұмысымыздың қаншалықты маңыздылығы, немесе қалай жұмыс жасау керектігіміз, жалпы ерекшеліктері туралы мағлұмат алып отырамыз екен. Сонымен бірге жұмыс жадысының өзіндік ерекшеліктері балалар жадысының даму жолдарын анықтайтын көптеген танымдық мүмкіндіктерді орындау қабілеті үшін маңызды екен. Сонымен бірге ұзақ мерзімді жады, немесе қысқа мерзімді жады, семантикалық жады іске асады екен. Енді осы кейбір тәсілдерді іске асыру барысында біз ойлау кезеңінде негізгі тану, немесе білу, үйрену, немесе метасананы іске асырамыз екен. Сонда ойлау метасанасы дегеніміз не? Бұл ойлау метасана деген терминді тұлғаның өз-өзін тануы және өзін танымдық үдерістері мен стратегияласын қарастыру сипаттамасын реттейтін Флейвел енгізген тұжырым екен. Сонда метасана жай ойланып әрі біліп қана қоймай, адамдардың қалай ойланатынын, не білетінін қарастыра отырып, өзіндік рефлексия жасау мүмкіндіктерін зерттеуге қабілеттілік жатады екен. Психолог Уильям Джеймс 1890 жылы интроспективті бақылаудың маңыздылығын атап көрсеткен. Сонымен бірге 62 жылы саналы рефлексиялық бақылау және білімді кемелдендіре игеруде мектепте оқытудың аса маңыздылығы туралы айтып өткен екен. Сонда зерттеуші білімді дамытудың екі факторы барын айтады. Бірінші, білімді автоматты түрде ұғынбай алу, одан кейін екінші алынған білімді саналы түрде ұғынып, бақылаудың біртіндеп өсіп шын мәнінде бұл жағдайлар қызметінің танымдық және метатанымдық аспектілерінің арасындағы айырмашылықтарда қызмет еткен. Осы Флейвел және ұсынған оқу үдерісін ұғыну деңгейіне ауыстырылатын болса, онда біз балаларға өзіндік ойлау үдерісін жақсы түсінуге, өзінің оқуын бақылауы мен ұйымдастыруын игеруге көмек бере аламыз екен. Сонда біз осы таныту арқылы, метасананы ұғындыру арқылы әрбір оқушының жеке дербестік қабілеттіліктерін аша отырып, іс-әрекетке деген белсенді толық жұмыс жасауына мүмкіндік туғызып отырамыз екен. Сонда жалпы біз айтып отырғанымыз метасананы оқытудың бірден-бір жолдарының бірі ойлау тілін анық етіп жасау және сабақ жоспарына сыныпта талқылауға қосу болып табылады екен. Сонда біз бұл сабақ туралы қаншалықты оқушының сабақта іс-әрекетін анықтап біліп отырамыз екен. Пайдаланған пайым дегеніміз не? Пайым бұл бөлімде ұқсастық бойынша пайымдау, моральдық пайымдау және зерде теориясын қарастырамыз екен. Ұқсастық бойынша пайымдау дегеніміз бұл ойлау қабілет, яғни ұқсастық бойынша ойлау қабілеті адамның санасы мен білім алу үшін аса маңызды. Ұқсастық бойынша пайымдау проблемалармен табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жоғарғы деңгейлі дағды білім және жаңа жағдайлар ойластыру және түрлі ақпаратты пайдалану арқылы оқу қабілеті болып табылады. Бұл ұқсастық бойынша пайымдау. Моральдық пайымдау, өнегелі даму, психология мен педагогиканың негізгі тақырыптарының бірі. Пиаже өнегелі дамудың екі кезеңдік үдерісін сипаттама береді екен. Бұл сонда оқыту арқылы, яғни
оқыту арқылы жан-жақты ықпал ету тәсілдерін жаңағы меңгертіп отырамыз екен. Міне сонда біз жалпы жас ерекшеліктеріне сәйкес оқу мен оқытуда әрине оның жасы мен жаңа даму ерекшеліктерімен қатар біз қаншалықты деңгейде оқушының толық меңгергенін немесе оқытудағы жалпы өзінің дербестік ерекшеліктерін үнемі іске асыртып отырамыз екен. Сонда біз жаңа толығырақ айтатын болсақ, метасана дегеніміз, метасана деген термин тұлғаның өз-өзін тану және өз танымдық үдерісі мен статистикасын қарастыру сипаттамасы ретінде енгізілген екен. Сонда метасана жай ойлап әрі біліп қана қоймай, адамдардың қалай ойлайтынын, не білетінін қарастыра отырып, өзіндік рефлексия мүмкіндіктерін зерделеу қабілеттіліктер жатады екен. Сонда метасананы оқыту жолдарының бірі ойлау тілін анық етіп жасау, оны сабақ жоспарына және сыныпта талқылау осы болып табылады. Осы пайдаланған терминдерді түсіндіру қажеттілігімен бірге балаларға сол терминдерге өз сөздерінің анықтама беру міндеттерді жүктелу керек екен. Міне осы арқылы біз жаңа айтылған оқушының қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді жадысын іске асырып, біз оқудағы жалпы әлеуметтік жағдайын, оның тұрақты дамуын реттеп отырамыз екен. Сонда оқытудағы танымдық тәсіл туралы бірнеше зерттеушілердің осы бағытта өз ой пікірлерін білдіргендігі туралы айта аламыз екенін. Сонда біз танымдық жалпы оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту, бұл балалардың дамуына сәйкес, яғни психологиялық жағынан жетілуіне, жалпы қабылдауына сәйкес іске асады екенін. Сонда біз күнделікті оқу процесін іске асыру барысында осы негізгі жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мазмұнын іске асырсақ, оған толыққанды жұмыс жүргізу бағытында іс-әрекет жасасақ, әрине бұл бастауыш сынып оқушылары үшін үлкен маңызды қызмет болып табылады екенін. Сонда бастауыш сынып оқушыларының күнделікті жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқыту, жаңа әдіс тәсілдерді іске асыру әрине жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес жүргізіледі. Сонда біз жаңа айтып отырмыз, бұндағы негізгі мақсатымыз барлық жастағы балалардың, соның ішіндегі бастауыш сынып оқушыларының жалпы дамуына, сыни тұрғыда ойлана білуіне, өз пікірлерін айтуға, өз-өзін бағалауға, шешім қабылдауға және жаңа ұйғарым таңдауға үйретуіміз қажет екен. Сонда оқушылардың білім деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу болып табылады. Осы арқылы біз ең бастысы сыныптағы негізгі ахуалды, жағымды қарым-қатынасты орнықтыру арқылы біз жұмыс жүргіземіз екен. Сонда осы жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқытуда әрине біз оқытудың негізгі тиімді әдіс тәсілдерін іске асыруымыз керек. Ол өзіңіздің жаңағы негізгі байланыс ізденісіңізге және кәсіби шеберлігіңізге байланысты. Сонда білім алушының қаншалықты меңгергендігін, немесе меңгергісі келетіндігін, немесе нәтижесіне жетуге бағытталған іс-әрекетіне үлкен жауапкершілікпен қарауымыз керек екен. Сонда біз бүгінгі күнде жаңартылған білім беру мазмұнын іске асыруда метабілімдік пен метақұзыреттіліктің қажет екендігін көзіміз жетіп отыр. Сонда біз білім алушы өмір сүруге дайындау үшін бүгінгі күнде академиялық білім, функционалдық дағдылар және жеке тұлғалық қарым-қатынастар мен құзыреттіліктер жеткіліксіз деп отырмыз. Сонда өздіктерінен білім алуға негізінен жаңа сапа, метабілімділік пен метақұзыреттілік негізін іске асыра отырып, біз қазіргі кезге сәйкес оқушылардың оқыту үдерісін іске асыра аламыз екен. Сонда оқытудағы бүгінгі жаңа стандарттағы құзыреттілік тәсілдерін негізделген оқу бағдарламасын жүзеге асыруда біз әрине бірнеше жаңа айтылған әдіс тәсілдерді іске асыруымыз керек екенін. Осы арқылы біз жүйелі жұмыс жүргізе аламыз және мақсатымызға жете аламыз дейміз. Мысалы, жүйелік әрекет тәсілі немесе жаңа айтылған коммуникативтік, интегративтік тәсіл немесе зерттеу тәсілі арқылы, құндылыққа бағдарланған тәсілі арқылы немесе
тұлғалық бағдарлық тәсіл негізін іске асыру, интербелсенді әдістерді қолдану арқылы біз жаңағы жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқыту мазмұнын іске асырып, жүйелі жұмыс жасауға мүмкіндік тудырамыз екен. Сонда айтып отырған жалпы білім беру мазмұнын іске асыруда бұл жаңа әдістерді таңдау, жаңағы өз сабақтарымызда түрлі жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес жұмыс жасаған әрбір жаңағы әріптесіміз кері байланыс арқылы немесе оқытудың мазмұнына сәйкес іске асыру, яғни қызығушылықты таныту, мағынаны тану және ой толғанысына түсіру арқылы балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып іске асырса, ол жаңағы нәтиже береді деп есептейміз екен. Міне осы қорыта келгенде, жалпы жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқыту, яғни бүгінгі күн талабына сәйкес іске асырылса, және үнемі жаңағы барлық оқыту әдістерін толық жүйелі іске асырса, сонда біз осы оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мазмұнын іске асырамыз екен. Сонда оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай оқытуды жоспарлау, сонымен бірге есте сақтау, зейін тұрақтандыру, жағдайын жақсарту арқылы танымдық қабілеттерін арттырсақ, әрине бұл мақсат жүзеге асқан болар еді. Сонда белгілі бір кезеңдегі әр жас ерекшеліктеріне сәйкес анатомиялық, физиологиялық және психологиялық жағынан ерекшеліктері бар, жас ерекшеліктері бар оқушыларды бүгінгі күн талабына сәйкес мазмұнды жаңа жүйелі жұмыс жүргізген жағдайда негізгі мақсаттан дұрыс өнім ала аламыз екен. Яғни бастауыш сынып оқушы бүгінгі талапқа сәйкес білім негізімен қарулана алады екен. Міне осы қысқаша.